Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңдер. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Денсаулық зор байлық бөлімінің ас адамның арқауы тақырыбын берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогқа қатысу. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жартылай дайын өнімдер дегеніміз полуфабрикаты, сақтау мерзімі, срок годности, дерт, болезнь, қажеттілік – это необходимость, ас мәзірі, меню. Бірінші айтылым тапсырмасында сатып алайық ойыны. 4-4-тен топ құрып, әр топта бір сатушы, қалғандары сатып алушы болу керек. Сатып алушылар текшені кезекпен лақтырады. Шаршы тақтада көрсетілген сурет бойынша заттарды атап, бағасын сұрап сатып алу керек. 1 минуттың ішінде көп әрі дұрыс айтқан топ жеңіске жетеді. Следующая игра называется «Давайте купим». Сформируйте группы по 4 человека. В каждой группе один будет продавцом, а остальные покупателями. То есть покупатели по очереди бросают кости. Он должен назвать предметы по картинке, изображенные на доске, узнать цену и купить их. Конечно же, побеждает та группа, которая скажет больше и правильно за 1 минуту. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі тапсырмада тірек сөздерді қолданып, біз салат жасадық тақырыбында шағын мәтін жаз. Мәтінде қандай салат жасадыңдар? Ол үшін дүкеннен не сатып алғаныңды? Кімнің не істегенін жаз. Мәтінде мезгіл үстеулер мен мекен үстеулерін қолдан. То есть в этом задании, используя опорные слова, напишите небольшой текст на тему «Мы приготовили салат». В тексте вы пишете, какой салат вы приготовили, что вы купили в магазине, напишите, кто что сделал. Конечно же, используйте в тексте наречие времени и наречие места. Бұл тапсырманы ойдағыдай орындады деген үміттемін. Олай болса, өздерің жауаптарыңды салыстырыңдар. Келесі сөз жұмбақты шешіңдер, тірек сөзді табыңдар. Решите кроссворд и отгадайте ключевое слово. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі мәтінді оқып, сұраққа жауап бердер. Прочитайте текст и ответьте на вопрос. Қазақта ас адамның арқауы деген мақал бар. Бұл мақал адам ас ішіп қана дұрыс өмір сүреді дегенді білдіреді. Сонымен қатар ас тұрған жерде дерт тұрмас деген аталы сөз бар. Адам қанша ауырса да ас ішіп жүрсе, денсаулығы тез қалпына келеді. Тамақ ішу қажеттілік. Тамақ денсаулық үшін аса пайдалы. Тамақта адамға керек дәрумен, минерал, май бар. Тамақ әртүрлі дәруменге бай. Жеміс жидекте дәрумен көп. Анам пайдалы әрі жеңіл тамақты ас мәзіріне қосады. Мен етті, балықты, әртүрлі салатты жақсы көремін. Ал сен қандай тамақты ұнатасың? Сонымен, қандай тамақты ұнатасыңдар? Итак, что вы любите? Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі 5-ші тапсырмада
Мәтіннен өзіңе таныс емес сөздерді теріп жазыңдар. Сөздіктің көмегімен мағынасын анықта. Сол сөздерді буынға бөліп жаз. Вы пишите незнакомые вам слова из текста, определите значение с помощью словаря и напишите эти слова по слогам. Өздеріңді тексеріңдер. Алтыншы тапсырмада мәтіндегі қою әріппен берілген сөздерді буынға бөліп жаз. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жалға. То есть в шестом задании слова, выделенные в тексте, разделите на слоги и вместо точек ставьте нужное окончание. Өздеріңді тексеріңдер. Айтылым тапсырмасында жаңа сөздерді қатыстырып, дүкенде тақырыбына диалог құрыңдар. Диалогты істеу сын есім, есімдік сөздер болсын. Используя новые слова, составьте диалог на тему в магазине. При этом используйте наречия, прилагательные. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі ассонанс ойыны. Жұп болып тақырыпқа байланысты 5 сөйлем құраңдар. Сөйлемге қойылатын талаптар. Сөйлемде жаңа сөздер болу керек. Сөйлем кемінде 5 сөзден тұру керек. Сөйлемдегі ой түсінікті болу керек. Сөйлемдегі сөздердің барлығы бір дыбыстан басталу керек. 4 минуттың ішінде сөйлемді дұрыс құраған жұп жеңімпаз атанады. Жарайсыңдар. Алдарыңызда ықтимал жауаптар. Келесі 9-шы тапсырмада мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Ответьте на вопросы по прочитанному тексту. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Оныншы тапсырмада жағдаят. Сен дүкеннен жартылай дайын өнім сатып алдың. Бірақ сақталу мерзімі өткен кеш көрдің. Не істейсің? Төмендегі сөздерді пайдаланып, сатушымен сөйлесетін диалогты жаз. Кешіріңіз, көрмедім, жартылай дайын өнім, сатып алдым, сақталу мерзімі өтіп кеткен. То есть здесь у вас ситуация. Вы купили в магазине полуфабрикат, но вы слишком поздно увидели, что срок годности истек. Что вы будете делать? Напишите диалог с продавцом, используя следующие слова. Извините, не увидел, полуфабрикат купил, срок годности истек. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі 11-ші тапсырма ол ойын-моншақ деп аталады. Топқа бөлініп, әрқайсың бір сөйлеммен айтыңдар. Сөйлемдер бір-бірімен логикалық байланыста болсын. Талап. Өздерің алған жартылай дайын өнімдердің артықшылығы мен сақталу мерзімі туралы айтасыңдар. Ол үшін 4-4-тен топқа бөлініңдер. Топқа бөліну жолы үстел үстінде көкөністің, сүт тағамдардың, ет тағамдардың суреттері теріс аударылып жатады. Алған суреттерің бойынша топтасасыңдар. Дайындыққа 3 минут беріледі. Қайта топ дұрыс нәтиже көрсетсе, сол жеңімпаз атанады. Разделитесь на группы
и произнесите по одному предложению каждый. То есть пусть предложения будут логически связаны друг с другом. Здесь требование такое, чтобы рассказать о преимуществах и сроках годности полученных вами полуфабрикатов. А как вы разделитесь на группы? На группы по 4 человека. То есть на столе перевернуты картинки овощей, молочных продуктов, мясных блюд. То есть таким образом по картинкам делитесь на группы. На подготовку вам дается 3 минуты. Победителем станет группа, показавшая правильный результат. Осымен бүгінгі соңғы тапсырма сабақ осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.